Оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Асқар Алтай прописка әңгімесі. Сабағымыздың бүгінгі мақсаты әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Оқушылар, негізінен әңгіме неліктен прописка деп аталады? Прописка сөзінің мағынасы қандай? Ал, Беркемай айтады. Тіркеуде тұру. Прописка сөзінің мағынасы азаматтар үшін маңыздысы тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркелу екені. Жалпы тіркеуге тұрмас бұрын бұрынғы тіркеуде тұрған жеріңізден шығасыз. Тіркеуден шығу, тіркеуге отырғызу, ол қызметі тегін екен балалар. Келесі енді балалар, осы прописка мәселесі әңгімеде кейіпкердің мына бір толғанысынан үзінді алып отырмын. Осы толғанысында ең бастысы бастыққа пропискаға отырып 500 сом ақша тауып Алматыға қайту. Бәрінен де 4 ай бойы сергелдеңге салынғанын айтсаңшы. Сол бір желтоқсанның бұрқағы болмағанда құда да тыныш, құдағи да тыныш. Алматыға іргелес ауылына бастыққа отыра қояр еді. Сол бір сұмдық көтеріліске тайқы маңдайы тап келіп, қызу қандылықпен келіп дегенде қалың тұманда адасып қалған адамдай сандалмас па еді. Желтоқсанның ызғары армиядан запастағы офицер болып оралған мұны да қарыды ғой. Ал балалар, ыстық орындық әдісі арқылы әр топтан бір оқушы шығамызда, осы желтоқсан бұрқағы, желтоқсан ызғары деген сөздің мағынасы, мазмұны біздің әңгімеге қандай сәйкестігі бар екен? Соны айтып беріңдерші әнеке. Кім айтады? Ал Дәрина айта ғой. Прописка әңгімесінің авторы Асқар Алтай желтоқсан оқиғасының із-түзсіз кеткендердің рухына бағыштаймын дейді. Демек, бұл әңгіме желтоқсан куәгерлеріне арналған. Жақсы, өте жақсы, жарайсың отырған. Балалар, екінші тапсырмамыз осы әңгімедегі кейіпкердің бейнесін ашу мақсатында екінші тапсырма беріледі. Бұл пирамидалық талқылау әдісі дейді. Бұл топпен жұмыс, тағы топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, иә? Бұл жерде қазір мен сендерге топқа берілген тараптан жинаймын. Бірінші топқа. Бұл жерде негізгі кейіпкер, әңгімедегі басты кейіпкер бір сөз немесе екі сөзден тұратын сөз жазамыз. Негізгі кейіпкер кім? Сол туралы жазасыңдар. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Пирамидалық талқылау жасаймыз. Бұл жерде негізгі кейіпкеріміз кім екенін анықтау үшін бір сөз жазасыңдар. Мінезі туралы, сапасы, сырт тұлғасы туралы бір немесе екі сөзден тұратын сөз тіркесін жазасыңдар. Оқиға орны қай жерде болды? Соны жазасыңдар және мәселе тарихы не жайында екенін табасыңдар. Негізгі кейіпкер Архат, тақырыпты ашуы бір бетке ұлтжанды шыншыл. Оқиға орны Алматы қаласы, желтоқсан оқиғасы, Алтайдың ауа райы. Мәселе тарихы пропискаға тұрамау. Мәселе тарихы пропискаға тұрамау. Жақсы, жарайсыңдар отырғандар. Оқушылар, біз алдыңғы сабақтарда көркемдегіш құралдардың түрлерімен танысқан болдыңыз. Оның түрлерін білеміз. Қандай түрлерін білесіздер көркемдегіш құралдың? Ал, Азамат? Эпитет. Теңеу. Гипербола, жақсы. Литота. Пейзаж, жақсы. Я, осы көркемдегіш құрал арқылы автор не істеді? Осы табиғат көрінісін осы әңгімеде суреттеп жазған. Тапсырмамыз оқушылар, үшінші тапсырмамыз жеке жұмыс болып табылады. Кітаптың қай тұста автор табиғат көрінісін әсерлі жеткізген жерін табамыз. Азамат айта ғой. Наурызда ғана жауған қалың күпсекті көтеріп, борап жауған жұлдызкүмен араласқан аласапыран аруақтанып ақ алғандай. Бұл жердегі қалың күпсекті деген сөз эпитетке жатады.
жасаған көкеттің кәрі қызы, көктің сылтың басы. Бұл жердегі қыздар сөзі теңеуге жатады. Жақсы, өте жақсы. Төртінші тапсырмамыз жұптық жұмыс. Сіздерге осы таратпаны таратып беремін. Сол таратпаға қай түріне жататынын не істейміз? Сәйкестендіреміз. Эпитетке жата ма, кейіпкерге жата ма, теңеуге жата ма, қай түріне жатады, соны сәйкестендіріп жазамыз. Екі оқушыдан жұптасып орындаймыз. Бірінші тобына берілген мынаны балалар, ендігі келесі тапсырмамыз, бесінші тапсырма. Берілген сөз тіркестерін пайдаланып, арқатқа сипаттама жасамыз. Арқатқа. Мен мына жерде сөз тіркестерін сіздерге бердім. Арқат қандай? Дөңгелек жүзді, бұйра шашты, қара торы, сымбатты, бойшаң, арманшыл, жайдарлы мінезді, қырмұрынды деген сөз тіркестерін бердім. Осы сөздерді пайдаланып, сендер арқатқа сипаттама жазасыңдар. Бәрін жеке жұмыс жасаймыз. Әркім өзі арқатқа дәптерді ашамыз, дәптерге жазамыз. Жылдар. Тыңдайын. Аянат. Арқат қырмұрынды, бұйра шашты, дөңгелек жүзді, қара торы жігіт. Сыр келбетіне қарағанда бойшаңдау келген сымбатты жігіт болған. Сымбатты. Дұрыс, енді бұл жерде арқатқа сипаттама жасадық, иә? Арқаттың қандай екен? Дөңгелек жүзді, қырмұрынды жігіт болған екендігін сипаттап жаздық. Енді бүгінгі сабақта біз балалар мақсатымызға жеттік па, иә? Көркемдеуіш құралдарын пайдаланып, шығармадағы кейіпкер бейнесін аштық, иә? Кейіпкер бейнесін аштық. Мына жерде сипаттап жаздық, кейіпкердің мінездеріне тоқталдық, иә? Содан кейін кітаптан біз көркемдеуіш құралдар арқылы жасалған сөйлер, көріктеу сөздерін таптық, иә? Көріктеу сөздерін не істедік? Сәйкестендірдік. Енді олар болса қазір мен сендерге кері байланыс жасау үшін бүгінгі сабақта не білдіңдер? ББ кестесін таратамын. ББ кестесін бүгін сабақта не білемін, не білдім, не білгім келеді